Сүкіт чалып қалыпсың ғой. Қарлыққа қамданып отырғандағым. Қойсаңшы, қап-қаяқтан баштайсың қайыр. Қарлық бізден қачат беле. Барыбыздың башыбызға келеді. Сүкітімді бұзбадың баттың. Қарлыққа қамдана беріш керек. Қарлықтың қарлықтай үлгісін көрсеткен азыр қайсы ақсақалды көресің. Бар еле қошаматшы, бар еле дүйжір шалатқа қонбады. Қарлықтың да жауапкершілігі болады. Әділеттіктен тайбай, қара қылды қақчарған қалыс болып тұрсаң, қары деген ошода. Біздің қарларды қарачы. Қарлығаларды қару күштен албайлы, ақылдан алып атпайбы. Қары деген озипаны біліш керек. Қарын жүгі оор болады. Өмір соғына келіп қалғанда әділеттіктен тайып тұрсаң, ошондай қарлықты. Анан ошондай қары болуға қамдансам жаман бы? Антип азыр қартаяр болсоңчу, ертең эле элдин барығына жек көрүндү болуп бүтөсүң. Так ошол элге жек көрүндү болом, элге жаман көрүнүп эмне кылам деп тилин тишине катып отуруп, аксакалдардын баары жер карама болуп, кошаматчы болуп бүтпөдүбү? Мен алардай картайгым келбейт. Анан карларды кой. Пайгамбарларды карачы. Мухаммед пайгамбар, Иисус Христос, Будда, не деген данышман карлар элине жек көрүндү болгон. Кыргыз коомунда эле Салжан Жигитевди ким жакшы көрдү? Элдин душманы деп, элдин бузукусу деп ал кишини деле жаман көрүшчү. Бирок Салжанкени бүгүн ооздон түшүргөн кыргыз барбы? Баарыбыз таңсык болуп отурбайбызбы? Ошондуктан элге жаман көрүнүп калам, төбө бастыга калам. Кары деген ушундай болуш керек деп тымпыйып жүргөн аксакал болгуча, шок картайсаң жаман эмес. Ошол